сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 8-ші сынып геометрия пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмаларын бірге талдап шығаратын боламыз. Басқа да БЖВ, ТЖВ есептерінің видео талдау сабақтарын сіздер плейлист бөлімінен таба аласыздар. Бізде бірінші есепте Асан мен атасының үйлері бір аулада тұрады. Суреттегі мәліметтерді пайдаланып, атасының үйі Асанның үйінен қанша метрге биік екенін анықтаңыз дейді. Мына жерде сіздерде сурет көрсетілген. Тікбұрышты үшбұрыш ретінде біз мынаны табуымыз керек. Мына ұзындық неге тең екендігін табуымыз керек. Осы тікбұрышты үшбұрыш ретінде көрсетіліп тұр сіздерге. Мына жерге салып алайық. Мынау бізде 20 метрге тең. Енді бізде мына 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген ереже бар ғой. Онда мынау x, мынау 2x деп алсақ болады. Енді жалпы мына гипотенузаның ұзындығы қажет емес, сынау керек бізге. Енді бізде мына бұрыштың тангенсін алсақ болады. Тангенс 30 градус дейміз де, жалпы осы сүйір бұрыштың тангенс дегеніміз оған қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасына тең, яғни x-тің 20-ға қатынасына тең. X-тің 20-ға қатынасына тең. Енді тангенс 30 градустың мәнін жазсақ болады. Ол түбірасты 3-тің 3-ке қатынасы. X бөлінген 20. Осы жерден X-ті табу үшін біз 20-ны түбірасты 3-ке көбейтіп 3-ке бөлеміз. Сонда мына жердің биіктігі 20 түбірастында 3-тің 3-ке қатынасына тең екен. 2x-ті тауып кетуге болады, бірақ ол қажет емес. Енді жалпы тауып кетсек болады, бірақ 2 көбейтілген дейміз. 3-тен 20 түбірастында 3. Немесе 3-тен 40 түбірастында 3 деп жазсақ та болады. Бұл бізде гипотенуза. Ал жалпы бізге тап дегені ол бізде мына жер. Мына жер, яғни 20 түбірасты 3-тің 3-ке қатынасы. Осы жерде тап делінген бізде. Яғни жауабымыз 20 түбірастында 3-тің 3-ке қатынасына тең екен. Өлшем бірлігі метр. Келесі екінші есепте сатының табаны үйдің қабырғасынан 2 метр қашықтықта орналасқан. Медет сатыны пайдаланып 3 түбірасында 5 метр биіктікке көтерілу үшін сатының ұзындығы қандай болуы қажет дейді. Мысалға бізде мына үй, мынадай тіп-тік үйдің қабырғасы осыдан 2 метр қашықтықта саты орналасқан дейді. Яғни мына жерге дейінгі қашықтық 2 метрге тең. Саты енді былай орналасады ғой, үйдің төбесіне шығу үшін. Енді осы жерде медет сатыны пайдаланып 3 түбірасында 5 метр биіктікке көтерілу керек дейді. Яғни мына биіктіктің ұзындығы 3 түбірасында 5 метр деген сөз. Енді сатының ұзындығы қандай болу керек дейді. Мынау бізде белгісіз. Оны с деп алсақ болады, себебі мынау бізде тікбұрышты үшбұрышты құрап тұр. Мынау бізде гипотенуза болады. Ал гипотенузаны табу үшін катеттерін квадраттап қосамыз, түбірден шығарамыз. Мынау катеттер деп есептесек, яғни а квадрат қосылған б квадрат формуласын қолданады екенбіз, түбірдің астында. Енді осыған салып көрейік. А бізде 2-ге тең, 2-нің квадраты, б бізде 3 түбірасында 5-ке тең деп алдық, осының квадраты. Тең болады, 2-нің квадраты 4-ке тең. Мынау бізде 3-тің квадраты 9, 9 түбірасты 5-тің квадраты 5, 9-ды 5-ке өйтсек 45 болады. 4-ке 45-ті қосатын болсақ 49 болады, ал 49-дан бізде түбірден 7 шығады екен. Сонда сатының ұзындығы 7 метр болады екен. Келесі үшінші есебіміз бүйір қабырғалары 8 см және олардың арасындағы бұрышы 120 градус болатын тең бүйірлі үшбұрыштың табанының ұзындығын табыңыз дейді. Тең бүйірлі үшбұрыш берілген. Екі бүйір қабырғасының арасындағы бұрыш бізде 120 градусқа тең. Яғни доғалы бұрыш, мынадай тең бүйірлі үшбұрыш берілген. Бүйір қабырғалары 8 см. Мына қабырғасы 8 см, мына қабырғасы да бізде 8 см-ге тең. Ал мынау жалпы бізде 120 градусқа тең екен. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанының ұзындығын тап дейді. Табанының ұзындығы белгісіз. Ол үшін біз мына төбесінен
биіктік түсірейік. Осындай етіп теңбүйір үшбұрыштың биіктігі, оның әр биіктігі, оның медианасы, оның бисектрисасы болады. Сонда табаны қақ екіге бөледі деген сөз. А, В, С әріптерімен белгілейік. Бұл жер Д болсын. Яғни берілгені бойынша үшбұрыш А, В, С бізде тең бүйірлі. Так, А, В мен В, С тең 8 сантиметрге. Так, олардың арасындағы бұрыш, мынау бізде альфа бұрышы деп алсақ болады. Альфа бұрышымыз бізде 120 градусқа тең. Сосын бізде табу керек табанын, яғни асы қабырғасын табуымыз қажет. Так, шешуі. Енді мынау альфа бұрышы дедік қой, бұл 20 градусқа тең болса, В-ды бізде биіктік, бисектриса әрі медиана алады. Так, яғни ады мен ады және д-сы қабырғалары тең деген сөз. Енді мынау теңде екіге бөлінеді, яғни 60 градус және 60 градустан болып бөлінеді екен. Сонда бұрыш А, В, Д тең бұрыш С, В, Д-ға 60 градустан. Енді біз мына бір үшбұрышты алып қарастырсақ болады. Сосын ары қарай мына тікбұрышты үшбұрыш ретінде қарастырамыз. Енді біз қарастырайық. С, В, Д үшбұрышын қарастырайық. Осы С, В, Д үшбұрышы бізде тікбұрышты. Тікбұрышты үшбұрыш. Так, яғни мынау 60 градусқа тең болса, онда мына С бұрышы бізде 30 градусқа тең. Енді бізде теорема бар. Так, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген. Гипотенуза жартысына тең. Себебі мына жерде бізде 30 градус, оған қарсы жатқан катет, ол бізде В-ды, сонда бізде В-сының жартысына тең, В-сыны екіге бөлгенге тең, сонда В-сымыз бізде 8, оны екіге бөлсек 4 сантиметр болады екен. В-ды бізде сонда 4 сантиметрге тең екен. Енді д-сыны тауып алуға болады. Пифагор теоремасын қолданамыз. д-сы бізде АВ-сының квадратынан, гипотенузаның квадратынан В-ды катеттің квадратын азайтқанға тең. В-сы бізде 8-ге тең, 8-дің квадраты азайтылған 4-дің квадраты. 8-дің квадраты 64, азайтылған 4-дің квадраты 16. Так, 64-тен 16-ны азайтсақ 48 шығады бізде. Төбірасты 48-ді біз 16 көбейтілген 3 десек болады, ал 16-тан 4 шығады да 3 төбірасында қалады. Сонда мына д-сы бізде 4 төбірасты 3-ке тең. Ал д-сы мен мына жерде а-да тең дедік. Ал сонда а-сыны табу үшін д-сы мен а-дыны қосамыз. Д-сы мен а-да тең деп жазып кетейік мына жерге. Сонда 4 төбірасты 3-ке қосамыз, 4 төбірасты 3-ті. Сонда бізде жауабымыз 8 төбірастында 3 сантиметр болады екен. Біздің жауабымыз осы. Мынау бізде жауабына жерге жазып кетейін сіздерге. А-сы тең болады 8 төбірастында 3 сантиметр. Келесі 4-ші есеп. Біріншісінде тікбұрышты үшбұрыштың альфа бұрышына іргелес жатқан катеті 16-ға, ал гипотенузасы 34-ке тең болса, косинус альфа 17-тен 8 екендігін көрсетіңіз дейді бізде. Біріншісінде
бұрышта үш бұрыш берілген. Мынадай тік бұрышта үш бұрыш берілген бізде. Альфа бұрышына, яғни альфа бұрышы, мынау А, мынау Б дейік, мынау С гипотенуза дейік. Осы альфа бұрышына іргелес жатқан катет 16-ға тең дейді, яғни Б бізде 16-ға тең, ал гипотенузасы яғни С бізде 34-ге тең болса, косинус альфа 17-8-ге тең екендігін көрсетіңіз дейді. Косинус альфа дегеніміз жалпы сүйір бұрыштың косинусы дегеніміз оған іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең, яғни В-ның С-ға қатынасына тең. В бізде мына жерде 16 деп тұр, С бізде 34 деп тұр. 34-тен 16, оны 2-ге қысқартсақ, 16-ны 2-ге бөлсек 8, 34-ті 2-ге бөлсек 17. Мына 17-тен 8-іміз шығып тұр екен. Сонда косинус альфаның 17-тен 8-ге тең екендігін көрсеттік. Келесі екіншісінде, егер косинус альфа бізде 17-ден 8-ге тең болса, онда тангенс альфа неге тең дейді. Осы бұрыштың тангенсі керек. Енді ол үшін біз мына А қабырғасын тауып алсақ болады. А қабырғасы, яғни катетті табу үшін С квадраттан гипотенузаның квадратынан В квадратты азайтамыз, яғни катеттің квадратын. Так, С дегеніміз бізде 34-ге тең, 34-тің квадраты азайтылған. Бізде В дегеніміз 16-ға тең, 16-ның квадраты. Отыз төрттің квадраты ол бізде 1156 азайтылған. Так, 16-ның квадраты 256. Мың 156-тан 256-ны азайтатын болсақ, 900 шығады. Ал түбірасты 900-ден 30 шығады бізде. Сонда мына А қабырғасы 30-ға тең деген сөз. Енді тангенс альфаны табатын болсақ, тангенс альфа дегеніміз, мына суреттен қарасақ, мына бұрыштың тангенсі дегеніміз оған қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни А-ның В-ға қатынасы. А дегеніміз бізде 30-ға тең, В дегеніміз бізде 16-ға тең. Енді 2-ге қысқартсақ, мұнда 8, мұнда 15 болады. Сонда 1,8-ден 7-ге тең болады екен тангенс альфамыз. Келесі бізде 5-ші есеп. Тіктөрт бұрыштың ені мен диагоналінің арасындағы бұрыш 60 градусқа тең тең, ұзындығы 16 см болатын болса, ені мен диагоналі неге тең дейді бізде. Так, тіктөрт бұрыш салып алайық. Мынадай тіктөрт бұрыш берілсін, ені мен диагоналінің арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. Так, диагональ жүргізейік мынандай. Так, мына жер бізде 60 градусқа тең деп тұр. Так, ені, сосын диагональ арасындағы бұрыш. Ұзындығы 16 см болса, мынау бізде ұзындығы, ені мен диагоналін табыңыз дейді. Мынаны А дейік, мынаны С дейік біз. Так, бізде Б берілген, сонда Б 16 см-ге тең деп алайық. Так, мына альфа бұрышымыз 60 градусқа тең дейміз. Және табу керек біз А және С-ны. Енді бізде шешуі мынау 60 градус болса, мынау бізде 90 градус, мына бұрыш тауып аламыз. Мына бұрышымыз бізде мына альфа бұрышы, мынау бетта бұрышы болсын. Мынау бізде бетта бұрышы. Осы бетта бұрышын табатын болсақ, так, 180 градустан азайтамыз 90 градуспен 60 градустың қосындысын. Сонда бізде 30 градус шығады. Ал бізде бұл бетта бұрышы. Бізде мынадай теорема бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген.
осы ережені қолданамыз. Сонда 2х болса, а сонда x'ке тең деп аламыз. Енді ары қарай тауып алсақ болады. Диагональ мен енін. Себебі тікбұрышты үшбұрыш болады. Ол бізде с квадрат тең болады а квадрат қосылған б квадрат формуласын қолданамыз. С бізде 2х-ға тең 4х-тің квадраты болады. Немесе былай ашып жазайық. С бізде 2х-ға тең ғой, 2х квадрат тең болады а бізде х-тің квадраты, б бізде 16-тың квадраты болады. 2х-тің квадраты ол бізде 4х квадрат, х квадрат қосылған 16-тың квадраты бізде 256. 4х квадрат тең бол азайтылған х квадрат дейміз де, мына жақта 256-ны қалдырамыз. Сонда 3х квадрат тең болады 256-ға. Енді мына жаққа қарай жазайын мен. Астына сыймайды, себебі х квадрат табу үшін біз 256-ны 3-ке бөлеміз. Сонда x-ті табатын болсақ, түбір астында 256 және түбір астында 3 болады. Ал 256-тан бізде 16 шығады түбірден, түбір астында 3 қалады. Сонда x-іміз, яғни ені бізде 16 түбір астында 16 бөлінген түбір асты 3-ке тең. Немесе иррационалдықтан құтылсақ болады, алымында бөлімінде түбір асты 3-ке көбейтеміз сонда. Сонда түбір асты 3-те түбір асты 3-ке көбейтсек 3 болады. Ал алымы 16 түбір астында 3 сантиметр. Енді бізде диагоналін табу керек. Диагоналі бізде 2х қоя, 2 көбейтілген 3-тен 16 түбір астында 3. Сонда алым мен 16 мен 2 көбейтіледі. Бізде 32 түбір астында 3 бөлімінде 3 болады, 3 сантиметр болады екен. Сонда ені мен диагоналін тауып алдық, е? Яғни жауап бізде мынау. Сонда жауабы а тең болады 3-тен 16 түбір астында 3 сантиметр, ал диагональ ол бізде 3-тен 32 түбір астында 3 сантиметрге тең екен. Келесі 6-шы есебімізде егер тікбұрышты үшбұрыштың периметрі 60 сантиметр, ал гипотенузаға жүргізілген биіктігі 12 сантиметрге тең болса, онда үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз дейді. Мынадай бізде тікбұрышты үшбұрыш берілген. А, Б және С деп белгілейік. Осы периметрі, яғни периметрі, тікбұрышты үшбұрыштың периметрі бізде 60 сантиметрге тең дейді. Сосын мына гипотенузаға жүргізілген биіктік дейді. Мына жақтан былай қарай. Осы бізде HC деп аталады. Яғни С қабырғасынан түсірілген биіктік ретінде. Осы бізде 12 сантиметрге тең дейді. Онда үшбұрыштың қабырғаларын табу керек. Бізде А, Б және С қабырғалары. Шешуі. Бізде мына биіктік бар ғой, биіктіктің формуласы, гипотенузаға түсірілген биіктіктің формуласы. Яғни 2 катетін көбейтіп, гипотенузаға бөлгенге тең. Яғни бізде HC-ның орнына 12-ні қоямыз. HC-ның орнына 12 тең болады С-дан АБ. Енді осы жерде 12С тең болады АБ деп жазып алсақ болады. Периметр дегеніміз жалпы барлық қабырғалардың қосындысы. А қосу Б қосу С, сонда бізде 60-қа тең болып тұр. Енді осы жерден С-ны тауып алатын болсақ, С бізде 60 азайтылған А қосылған Б болады. Немесе былай етіп алсақ болады. А қосылған Б тең болады 60 азайтылған С-ға деп алайық. Енді Пифагор теоремасында қолдансақ болады мына жерде. Пифагор теоремасы С квадрат тең болады А квадрат қосылған Б квадрат. Енді осы үшеуінен біз теңдеулер жүйесін құрып, ары қарай қабырғаларын тауып алсақ болады. Яғни бізде С квадрат тең болады А квадрат қосу Б квадрат
Так, 12с тең болады А-ға. Так, А плюс Б тең болады 60 азайтылған С-ға. Енді осы теңдеулер жүйесін біз тиімді пайдалануымыз керек. Так, осы жерде мынаны осылай қалдырайық. С квадрат тең болады А квадрат қосылған Б квадратты қалдырайық. Так, мына жерде біз мынаны да осылай қалдырайық. 12с тең болады А көбейтілген Б. Мынаның екі жағын квадраттайық. Ол үшін қызылмен көрсетіп қояйын сіздерге. Так, екі жағын біз квадраттайық. Так, сонда мынаны қысқаша көбейту формуласына саламыз. А квадрат қосылған Б квадрат қосылған 2А ғой, соны мына жаққа шығарып жіберейін. Сонда 60 азайтылған С-ның жақша сыртында квадраты азайту 2А деп жіберейік. Енді осымен жұмыстанайық қазір бізге, себебі А-ның көбейтіндісі 12с-ға тең. Соны орнына қойсақ болады мына жерде. Мына жерден А квадрат қосу Б квадрат тең болады 60 азайтылған С-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 2 көбейтілген А-бы бізде міне 12с-ға тең. Яғни 2 көбейтілген 12с. Енді осы мына жерге семет менде, былай қарай жалғастырып жазамын. Именно осы теңдеумен жұмыстанамыз. А квадрат қосылған Б квадрат тең болады бізде. Так, мынаны ашамыз. 60-тың квадраты азайтылған 2 еселенген 60 көбейтілген С қосылған. Так, С квадрат азайту бізде 2-ні 12-ге көбейтсек 24с болады. Так, сонда А квадрат қосылған Б квадраттың орнына С квадратты қойып жіберейік, себебі мына жерде А квадрат қосылған Б квадрат бізде С квадратқа тең деп тұр. С квадрат дейміз. Тең болады 60-тың квадраты бізде 3600-ге тең, азайтылған 120с қосылған С квадрат азайтылған 24с. Енді бізде мына С квадратты мына жаққа шығарып жіберсек, екеуі бір-бірінен жойылып қалады. Мынандай болды. Так, енді мына жақта қалған, мына жаққа қала тұрсын әзірге 3600. Так, мынау екеуі қосылады. Минус 120-сы, минус 124-сы екеуі қосылып, алдына минус шығады, минус 144с болады. Сонда біздің теңдеуіміз мынандай болып қалады. 3600 азайтылған 144с тең болады 0 болады. Сонда минус 144с тең болады минус 3600-ге. Ал С сонда бізде 25-ке тең болады екен. С бізде 25-ке тең болды. Осы біздің керек, осыны гипотенузамыз 25-ке тең болды. Енді катеттерін табуымыз керек. Енді катеттерін табу үшін біз мына жерде қарасаңыздар, А қосылған Б тең 60 азайтылған С-ға тең дедік қой. Осы жердегі С-ның орнына апарып қойсақ болады 25-ті. 60 азайтылған 25 деп. Сонда А қосылған Б-мыз біздің 35-ке тең болады. Енді бізде мына жерде А көбейтілген Б 12с-ға тең деп тұр ғой. Осын жазып алайық. 12-ның С-ның орнына сонда 25-ті жазамыз. 12 көбейтілген 25 тең болады А-ға деп. Так, 12-ні 25-ке көбейтсек бізде 300. Сонда А мен Б-ның көбейтіндісі 300-ге тең. Енді вет теоремасын қолдансақ болады осы жерде алгебрадағы. А қосылған Б 35-ке. Так, А көбейтілген Б 300-ге тең болады. Қандай сандардың қосындысы 35-ке, көбейтіндісі 300-ге тең болады. Яғни біреуі 20-ға, біреуі 15-ке тең. Яғни А 20-ға, Б бізде 15-ке тең деп алсақ болады. Сонда біздің жауаптарымыз шықты. Міне катеттері 20 және 15. Ал гипотенузасы 25-ке тең. Міне 20 мен 15-ті қоссақ 35 шығады. 20 мен 15-ті көбейтсек 300 шығады. Сонда мына жерге жауабын жазып кетейік біз. А тең болады 20-ға, Б тең болады 15-ке, С тең болады 25-ке екен.